Армысыздар, қымбатты колледж студенттері, құрметті оқытушылар, ата-аналар. Бүгінде ел ішінде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты білім күніне арналған қашықтықтан өткізілетін алғашқы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Болашақ мамандықтарын білімнің орасан күші Семей көпсалалы колледжінен таңдаған біздің студенттер еліміздің ертеңі. В день знаний, в день свершений, в день открытий, сегодня, в этот день и час, мы, продолжая многих лет традицию, проводим торжественную линейку, посвященную ко Дню знаний дистанционно. Қымбатты жерлестер, 30 тамыз Конституция күні, 1 қыркүйек білім күні құтты болсын. Білім күні мерекесіне арналған және Қазақстан Республикасының Конституциясының қабылдануының 25 жылдығына арналған Конституция біздің болашағымыз атты салтанатты қашықтықтан өткізілетін лездемемізді ашуға рұқсат етіңіздер. Соғылсын қоңырау, соғылсын, сыңғырла мәңгілік сыңғырла, толқыған жүректер тоғысып, толтырып бір арна бір жырға. Шаттықтың үніндей мәңгілік, соғылсын қоңырау соғылсын, қуаныш әніндей жаңғырып, жүректер ақ нұрға соғылсын. Үн қосқан қиядан асуға, білім ал, еңбек ет жас ұлан, өрлесен биікшің басына. Қоңырау үні сыңғырлап, естілді жылы жаныма, күлкідей әсем сылдырлап, бөбекті жиды маңына. Қуаныш, бүгін мереке, шуағын шашып тұр әлем, колледжға келген алғашқы студент саған мың сәлем. Біз халықтың жұлдызы, оқимыз ақын жырларын, оқимыз еңбек сырларын, қоңырау сыңғырла асыға. Семей көпсалалы колледжі мекемесінің негізгі мақсаты білікті, қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, жауапты, өз мамандығын жетік меңгерген, еуропалық стандарт деңгейінде нәтижелі жұмыс істеуге икемді, үнемі кәсіби өсуге дайын, әлеуметтік және кәсіби ұтқыр маман даярлау. Қазақстан Республикасының білім беру ісінің озаты, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, еңбек ардагері, колледж директоры Қабылғазинова Әлия Қабылғазықызына сөз беріледі. Семей көпсалалы колледжі білім нарығында, білім саласында 20 жылдан астам жұмыс атқарады. Осы жылдардың ішінде колледжде мыңдаған студенттер колледж қабырғасында білім алып, қабырғаларын қатайтып, мамандықтарын игеріп, бүкіл еліміздің түкпір-түкпірінде абыройлы қызмет атқаруда. Біз өз түлектерімізді мақтан тұтамыз. Биылғы оқу жылы бұрынғыдан өзгерек. Еліміздегі эпидемиологиялық жағдайдың қиындығына байланысты ағымдағы оқу жылы қашықтық форматта басталады. Коронавирус пандемиясы адамзаттың барлық адамдардың өміріне әсер етті. Бірақ бұл қиындықтан да сүрінбей өтуге тиіспіз. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерге кемел келешектің алтын діңгегі саналатын жас ұрпақты, білімді ұрпақты, білімді жастарды, заман талабына сай білікті маман даярлаудағы қажырлы еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Елдің елдігі, ұлттың ұлылығы, халықтың қадір қасиеті ұстаздардың қолында екені белгілі. Игі қызметтеріңіз табысты болсын, мәртебелі мамандықтың мәуелі жемісін көре беріңіздер. Құрметті ата-аналар, ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу біздің басты мақсатымыз. Биылғы оқу жылы қашықтықтан басталатындықтан сабақ кестесі бойынша өткізілетін әрбір сабаққа үйдегі балалардың толық қатысуын, кешікпеуін қадағалап көмектесіңіздер.
бірінші курс студенттері, алға қойған мақсаттарыңыз орындалып, білімді де білікті маман болуларыңызға тілектеспін. Құрметті студенттер, топ жетекшілерімен, пән оқытушыларымен, бөлім меңгерушілерімен тығыз байланыста болыңыздар. Өз тараптарыңыздан ынтымақтық пен табандылық көрсетіңіздер. Білім алуға, ғылымға деген қызығушылықтарыңыз арта берсін. Мерейлі белестерді бағындыра беріңіздер. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, студенттер, барлықтарыңызға мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық табыс тілеймін. Жаңа оқу жылы жетістіктерге толы болсын. Для поздравления слово предоставляется почетному работнику образования Республики Казахстан, заместителю директора по учебной работе Мачахиной Ольге Ивановне. Добрый день, дорогие студенты, абитуриенты, теперь уже не абитуриенты, а наши новые студенты, нового поколения, поступившие в этом году в наш колледж. Мы рады приветствовать в стенах вас, в стенах нашего колледжа, и хотим пожелать, чтобы ваша жизнь в нашем колледже, ваш жизненный путь, который пройдет вместе с нами, был успешным и благополучным. Новый 2020-2021 учебный год мы начинаем 1 сентября, как во всех учебных заведениях. Начало занятий с 8:30. Начинаем мы наши занятия в формате дистанционного обучения, так же, как и многие колледжи нашей республики. Приняты в этом году 6 групп нового набора. И я сейчас зачитаю, какие группы будут действовать, будут учиться в этом году, и кто является кураторами данной группы. Группа БС-11 «Начальное образование», куратор Танбаева Назгуль Сабыровна. Группа ПД-11 «Переводческое дело», куратор группы Сакенова Карлыга Яркыновна. Группа ЕТЖ-11 «Вычислительная техника и программное обеспечение», куратор Аубакирова Жанар Ашимовна. Группа ПР-12 «Русская группа на базе 9 класса», куратор Мачахина Марина Николаевна. Группа БС-21 – это начальное образование 2 курс, куратор Исина Сизенбуль Кабышевна. Группа БС-23 специальность также начальное образование, куратор Шимбай Карлагаш Каратова. Группа БС-31, куратор Айдуланова Гаухар Климбековна. 3 группы специальностей физическая культура и спорт. ДШ-21, куратор Джумаканов Габдрафик Кайралаевич. ДШ-31, куратор Садвакасова Анар Тулюхановна. ДШ-41, выпускная группа, куратор Новозбаева Жанар Мухтарханова. Все перечисленные мной группы относятся к отделению Айдулановой Гаухар Калимбековны. В колледже действует еще отделение, руководит которым Пашикина Жанат Заветовна. Сюда относятся группы МДТ-21, группа нового набора, специальность дошкольное воспитание и обучение, куратор Шавырова Мирюет Дюсингалина. Группа МДТ-41, классный руководитель Смогулова Шинар Светханова. Группа специальности библиотечное дело, группа также нового набора, БД-21, куратор Майшикина Жанат Советовна. Группа И-41, специальность Исламтану, куратор Мархаба Альдиль. Группа специальности основное и среднее образование, квалификация учитель казахского языка и литературы, КТА-31, куратор Юсупова Нуркуль Кайратовна. Группа переводческое дело, ПД-32, куратор Сейтбаева Айдена Пилипетовна. Она также является куратором группы ПР-32 правоведение 3-го курса. Группа нового набора по специальности правоведения КТ-21, куратор Кабулгазин Галым Кабулгазинович. Группы нового набора 1-2 курс
Занятия будут происходить в режиме Zoom. Расписание дополнительно будет вам отправлено. С этого учебного года в колледже создан чат WhatsApp, учебный отдел, называется учебный отдел СМК. В него будут входить руководители учебного отдела и старосты групп, которые будут сообщать своей группе расписание на каждый день со всеми поправками, изменениями. И также они будут передавать в чат вопросы студентов, которые возникают к администрации колледжа. Начало занятий, еще раз я повторю, занятия начинаются в 8:30, в половине 9.